Дарымыздың тұрақсыздығына қатысты болмақ. Нақты мысал келтірейін. 2016 жылы ұлт жоспары 100 нақты қадам жоспарының аясында бізге жергілікті полиция қызметі деген ұғым алғаш рет енгізілген болатын. Негізгі мақсаты түсінікті, халықпен мынау тығыз қарым-қатынас орнату, полицияның арасында халықтың тарапынан, тұрғындардың тарапынан полицияның қызметіне деген сенімділікті арттыру. Бұл бағытта жұмыс атқарылып келді де, осы жұмыстың аясында жергілікті полиция басшылығы әкімдерге тікелей бағынды және халықтың алдында есеп беріп тұратын еді. 2018 жылы заңға өзгеріс енгізілді, осы халықтың алдында есеп беру міндеті алынып тасталды. Енді қазіргі заң жобасыменен мынау жергілікті полиция қызметі деген ұғым мүлдем алынып тасталып отыр. Осыған байланысты енді 3 сұрағым бар сізге.